Так, бізде 10-шы сабақ кеңістіктегі геометриялық фигуралар және көлемді өлшеу. Так, бізде кеңістіктегі фигуралар атауын есіне түсірді. Цилиндр, текше, конус, шар, пирамида деген бар еді. Қараңыздар, ұзындығы 5 см, ені 3 см және биіктігі 4 см болатын, оған қырлары 1 см тұратын қанша текше салуға болады дейді. Қырлары 1 см болатын қанша текше салуға болады дейді. Міне 5-ті 3-ке көбейтті 15 болады, және де оны 4-ке көбейтті 60 болады, 60 текше дейді. Так, келесі біз есептерді шығарайық. Так, салыстыру дейді. Біріншісінде бізде 5 метр куб пен 5 сантиметр куб екеуі тең болады. Екіншісінде бізде 5 сантиметр куб пен 5000 сантиметр куб екеуі тең болады. Одан кейінгісі 10.000 сантиметр куб бізде 5 сантиметр кубтан үлкен, ал 1 метр кубымыз бізде 1000 сантиметр кубтан үлкен болады. 5 сантиметр кубымыз бізде 5000 тең болады, ал 1 дециметр куб 500 мыңнан үлкен болады екен. Келесі тапсырма. Және мына жерде былай алсақ болады. 10 дециметр куб депті мына жерде. 10 дециметр куб бізде үлкен болады 5 дециметр кубтан ғой. Және де мына жерде тоже солай. Бізде 1000 дециметр куб бізде үлкен болады 10 дециметр кубтан. Ол белгілі нәрсе де, 1000 10-нан үлкен деген сияқты. Келесі. Так, көрсетілген өлшем бірліктерін өрнекте 12 метр кубта бізде 12.000 дециметр куб бар деген сөз. 3 метр кубта 3000 дециметр куб бар деген сөз. Миллион миллиметр кубта 1000 сантиметр куб бар. Және де 1 дециметр кубта 1000 сантиметр куб, ал 1000 сантиметр кубта миллион миллиметр куб бар. Келесі тапсырма. Так, келесі тапсырмада бізге көлемдерін тап дейді. Бізге фигураларды берілген, ұзындығы, ені және биіктігі берілген, біз одан көлем табуымыз керек. Мына бізде текше. Текшенің барлық қабырғалары бірдей болады. Біз көлемді табу үшін А, Б, С деп алатын едік қой. Яғни ұзындығын, енін және де биіктігін көбейтеміз. Енді 1-ді көбейтеміз, 1-ге көбейтеміз, 1-ге 1 сантиметр куб болады. Келесі 3-ті көбейтемін, 2-ге көбейтемін, 5-ге 30 сантиметр куб болады. Келесі 8 көбейтемін, 4 көбейтемін, 1, 38 сантиметр куб болады. Так, қырлары 3 сантиметр болатын жасыл ағаш текше, қырлары 1 сантиметр болатын текшелерге бөлінді. 3 жағы боялған неше текше алынды? 2 жағы боялған ше, 1 жағы боялған ше дейді. Так, 3 жағы боялған деп үшеуін бүйтіп қос нүкте қояйық. Қараңыздар, 1, 2, 3. Солай ма? 1, мына болмайды. Так, 1, 2, 3, 4, және де мына жерде 5 болады. 6. 6 алынды. 3 боялғаннан 6 бар. Келесі 2 боялғаннан. Міне, 1, 2, 3, 4, 5, ар жағында 6. Мына жерде 7 бар екен. Ама? Мына жерде 8, мына жерде 9 бар. 9 деп аламыз. Ал енді 1 боялған. Мына жерде 1, 2, 3, 4, ар жағында 5, 6, 7, 8, мына жерде 9 бар. Сонымен 1 боялған, бізде 9. Келесі. Так, кубтарды есіңе түсір дейді. 1-дің кубы бізде 1, 2-ның кубы 8 береді, 3-дің кубы 27, 4-дің кубы бізде 64, 5-дің кубы 125, 6-ның кубы бізде 216, 7-ның кубы 343, 8-дің кубы 512, 9-ның кубы 729, 10-ның кубы 1000 береді. Келесі. Так, қыры 1 дециметр болатын текше пішінді ыдысқа 1 литр су сиятын білесің бе дейді. Қай ыдыстағы суды мына текшеге құюға болады дейді. Қай ыдыстағы суды мына текшелерге құяды дейді. 8 дециметр кубымыз бізде сонда 8 литр деген сөз. Мына ортасындағына құюға болады екен. Келесі, баған түрінде есепте дейді. Так, біріншісінің жауабы бізде 690. Екіншісі бізде 12 бір ойда, 10, 11, 8, 9, 6912.
келесі 14 бір ойда 12, 13, 10, 11, 8, 9, 69, 134. Келесі 16 бір ойда 14, 15 бір ойда 12, 13 бір ойда 10, 11 бір ойда 8, 9, 691 356. Келесі 8, 9, 198. Келесі 7, 8, 0, 3087. Келесі 6, так, 6, 7, солай ма? 7, 9, 1, 41976. Келесі 5, 6, 8, 0, 0, 3, 5. 530.865. Так, ағайынды үш жігіт ішінде 99 бағалы тас бар. Қобдиша тауып алдық. Қобдишада 7 анар тас, 8 гауһар тас, 9 ақық, 10 алтын, 11 лағыл, 12 меруерт, 13 жақұт, 14 зүмірет, 15 алмас тастар болды. Ағайындылар тастарды тең бөлісе алмады. Олар зергерге барды. Олар әрқайсының тасы 3 түрінен 33 тастан бөліп алуды ұсынды. Олар асыл тастарды қалай бөлісті дейді. Так, біз олар былай бөлісті. 8-ге 10 қосса, 15 қосса 33 болады. Және 7-ге 12-ні қосса, 14-ті қосса, бізде 33 болады. Және ол тең 9 қосса, 11-ге қосса, 13-ті қосса, бізде 33 шығады екен. Келесі тапсырма. Так, көрсетілген өлшем бірліктерін өрнекте дейді. 500 грамм 3 миллиграмм дейді. Бұл бізде 500 мың 3. Келесі 4000 дециметр куб. Бұл бізде 4 метр куб. 14-ші ғасыр неше жыл дейді? Бір ғасырда бізде 100 жыл болса, бұл бізде 1400 жыл болады. 3 сантиметр квадратты миллиметрмен өрнекте дейді. Так, бұл бізде 300 миллиметр квадрат болады. Келесі 300 мың миллиграммды өрнекте дейді. Граммен бұл бізде 300 грамм. Келесі 5000 дециметр кубты миллиметр кубпен өрнектесек, бізде 5 миллиметр куб болады екен. Енді балалар, біз келесі сабаққа өтпес бұрын каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Сол кезде мен 11 сабақтың әр гектар ауданы өлшем бірліктері деген тақырыпты түсіндіретін боламын.